Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Бүгінгі видео шығарылым психологиялық педагогикалық жағдаяттар деп аталады. Жалпы педагогикалық жағдаят мұғалімнің кәсіби қызметі барысында пайда болған және одан әрі шешуді қажет ететін белгілі бір міндеттер мен психологиялық педагогикалық жағдайларды тудырған өмірлік жағдайлар, фактілер мен әңгімелер. Сіздердің назарларыңызға жауаптары бар жағдаяттарды ұсынамын және өз нұсқаңызды таңдап комментарий бөліміне қалдыра кетсеңіз болады. Бірінші жағдаят. Оқушы мұғаліммен әңгімелесіп тұрып, сіз маған басқа оқушыларға қарағанда жақсырақ көңіл бөлгеніңізді қалаймын, деді. Оқушының бұл ұсынысына мұғалім не деу керек? Неге мен саған басқалардан қарағанда ерекше қарауым керек? Кімге қалай қарау керек екенін өзім білем. Сен сияқты өтініш жасайтын адамдар маған ұнамайды. Неге мен сені басқа оқушылардан бөле жара қарау керек екенімді білгім келеді. Егер мен сені басқа оқушылардан ерекше жақсы көрем десем, өзіңді жақсы сезінер ме едің? Қалай ойлайсың? Шындығында мен саған қандай көзқарастамын? Екінші жағдаят. Оқушы мұғалімге, маған сіздің сөйлегеніңіз, сабақ түсіндіргеніңіз ұнамайды. Мұғалімнің жауабы қандай болуы тиіс? Бұл жақсы емес. Сен бұл туралы еш нәрсе түсінбейтін сияқтысың. Бұдан арғы сабақтарда сенің көзқарасың өзгереді деген ойдамын. Неге? Сабақты қалай түсіндіргенімді қалайсың? Әр адамның қабылдауы әртүрлі. Мен не үшін, кім үшін сабақ түсіндіреді деп ойлайсың? Үшінші жағдаят. Оқушы мұғалімге, мен тағы да дәптерімді ұмытып кетіппін, деді. Не деп жауап беру керек? Тағы да ма? Бұл жауапсыздық қой. Бұл іске енді басқаша қарау керек сияқты. Неге екенін білуге бола ма? Сенде ең болмағанда дәптеріңді ұмытпайтындай мүмкіндік болады ма? Мен неге бұл туралы ылғи ескертеді деп ойлайсың? Төртінші жағдаят. Мен өте қабілетті баламын деп, бұл пәнді еш қиындықсыз меңгеретіндігін айтты. Мұғалім қалай деп жауап беру керек? Сен бұл айтылған ойға сәйкес келмейсің. Өзің туралы мұндай жоғары ойда болғаныңа қуаныштымын. Міне, енді өзіңнің оқуыңа көп күш жұмсауың қажет. Сен өзіңнің қабілетіңді шамаңды білмей тұрған сияқтысың. Сенің сабақтағы қиналғаныңа қарағанда, бұған білімің жетіңкіремейді. Сен өзіңді тым жоғары бағалайсың. Көп адамдар өзін солай санайды, бірақ іс жүзінде олай болып шықпайды. Бесінші жағдаят. Есіктен кіріп келе жатқан мұғалімді көрген оқушы, сіз бүгін өте шаршаған кейіптесіз, деді. Мұғалім қалай деп жауап беру керек? Иә, мен өзімді нашар сезініп тұрмын. Бүгін нашар ұйықтадым, себебі жұмыстарым көп болды. Уайымдама, менің шаршағаным біздің сабағымызға кедергі келтірмейді. Қамқорлығыңа рахмет, сен өте байқағышсың. Сенің тарапыңнан маған мұндай ескерту жасау дұрыс емес. Алтыншы жағдаят. Оқушы оқу үлгеріміне, қабілетіне көңілі толмай және жаңа тақырыпқа дұрыстап түсіне алмай мұғалімге, мұғалім, мен келешекте жақсы оқып, сыныптағы басқа балалардан озады деп ойлайсың ба? Мұғалім қалай деп жауап беру керек? Шынымды айтсам, күмәнім бар. Әрине, сен бұған күмәнданбай-ақ қой. Қабілетің жақсы, мен сенен үлкен үміт күтемін. Неге сен өзіңе сенбейсің? Бәрі екеуміздің бірігіп жұмыс істеуімізге байланысты. Онда мен қазір саған мынадай қызықты тапсырмалар ұсынамын. Жетінші жағдаят. Мұғалім оқушыларға тапсырма берді. Оқушы берілген тапсырманы орындағысы келмей, орындағым келмейді, деді. Мұғалімнің әрекеті қандай болады? Мүмкін сенікі дұрыс шығар. Бұл туралы отырып сөйлесейікші. Орындағың келмесе, орындатамын. Не себепті екенін сен маған түсіндіре аласың ба? Аздап демалып ал, бірер минуттан кейін орындауға болады. Дым білмей қалғаның өзіңе жаман. Сені оқымай өзіңе жамандық жасап тұрсың. Сегізінші жағдаят. Сіз бірінші сынып жетекшісіз. Сынып оқушылары төбелесіп қалды. Осы жағдайда сіздің әрекетіңіз. Ата-аналар жиналысын жасап, осы мәселені талқылаймын. Сынып жиналысын ашып бейбіт жолмен шешемін. Психологты, инспекторды, сынып жетекшісін шақыртамын. Сіздің ойыңыз. Тоғызыншы жағдаят. Сыныптағы бір оқушы сыныптасын ұнатпайды. Онымен бірге жұмыс жасағысы келмейтінін ашық айтады. Мұғалімнің іс-әрекеті. Онда тұрған не бар? Бірге жасауға тура келеді, амал жоқ. Бұл сенің тарапыңнан ақмақтық. Осы жағдайдан кейін ол да сенімен жұмыс жасағысы келмейді. Сенікі дұрыс емес деп ойлаймын. Өз жауабыңызды негіздеңіз. 10-шы жағдаят.
Сабақ басталып кеткен, бірақ сыныптағы оқушылар шуылдап отыр. Сыныптың назарын сабаққа аударып қалай тыныштандыруға болады? Сіздің әрекетіңіз: үстелді тықылдату, сыныптың алдында бірнеше минут үнсіз тұру, сынып кезекшісін шақырып тақтаны тазалауын өтіну, сабақ басталды деп дауысын қатқылдау шығару өзіңіздің нұсқаңыз. Құрметті әріптес, сіздің еңбек жолыңызда кездескен психологиялық педагогикалық жағдаяттар орын алса, комментарий бөліміне өз оқиғаңызды жаза кетіңіз. Мен ұсынған жағдаяттарға өз пікіріңізді комментарий бөліміне қалдыруға болады. Каналға тіркеліп, мұғалімдердің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Жаздық демалыстарыңыз сәтті өтсін, кәделеріңізге жарасын.